Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Бүгін міне қоржын жасап, сіздерге шағын көрсете кетейін деп қоржын жасағалы жатырмын. Алғашқы жасағалы жатқан қоржынымның қалай болған көріп бағалай кетіңіздер. Міне жылтыр лентамызды алдық, оюымды алып, фетр матамды алып, заттарымды алып дайындап аламыз. Бірінші заттарды алып, велюр матасы керек, оюдың астына жапсырғанға, ою жапсырғанға. Фетр матасын өлшеп кесіп аламыз. Мен қоржын екі басын 50 сантиметрден жасадым. Бұлай 50, бұлай 50 төрт бұрышқа алып. Астын ұзын қып қалдырамыз, екі қалтасын 50-50 қып кесіп аламыз. Жақ шегіне бөліп қойғаннан кейін ортасын 25 сантиметр қылдым. Асты жағындағы фетр тегіс ұзын қалады. Сонда 1,25 астына ұзын жібереміз. 1,25 кетеді, бұлайдан 50 кетеді. Өлшеп белгі қоймаймыз. Қалтаның екі жақ шетіне 10 сантиметрден фетр батасын кесіп аламыз. Жарты 50 сантиметр ұзындық, 10 сантиметр жалпақтығына кесіп аламыз. Ал мынау қалтамыздың жоғары жақ шетіне баулық өткізеді. Оны 5 сантиметрден, жалпақтығы 4 сантиметрден кесіп аламыз. Бес емес, даже 10 сантиметрден кесіппін ғой, мен 10 сантиметрден қайырған кезде бау өткізетін қып. Сыртындағы матамызды да 50-50 қып кесіп алып, оны фетр матамыздың сыртына паутинамен шаптаймыз, жапсырамыз. Паутина мата несі, оны кесіп аламын да жапсырам.
астына фетр батасын коюп, паутинаны коюп, велюр батасын коюп чаптап алдык. Сол жапсырып алган эмизин үстүнө уюбузду коюп чаптайбыз. Үтүкпен аны жапсырып чаптап алабыз. Уюларыбызды коябыз. Жапсырып агадан кийин коржунубузга коюп көрөбүз. Вроде келдиби, баары дурус туздума деп. Казактын макалында 7 өлчөп 1 кес дегенде 7 өлчөп баарын эсеппен bir калтага 5 тал илгек тигебиз. Бесөөдөн коюп отуруп тигип, жылтыр лентабызды коюп отуруп тигебиз. Сол 5 тал лента коятын жери белгилеп, сызып белгилеп алабыз. Жылтыр лентабызды өтерсип коет карап отуруп, илгекти коюп отуруп, сону тигип алабыз ал жагынан баштап. Ар bir ilgekte mактап 2 кайтара жүрүп тигизде мактап тигебиз, чтобы жылынып кетпеш үчүн.
Endi bu yerda abay sızat jibimiz süzülüp ketdi, jibimiz sabakta bolayık. Ары жұмыс барысын жалғастырамыз. Ондай жағдайлар болып тұрады. Енді астына 10 сантиметрлік жанына қосатын немізді ақ фетр матамызды қосамыз. Қосып бірінші үстіңгі жағынымызды қосып айландырып тігіп аламыз, одан кейін астыңғы жағына қосамыз. Закрепка бере отырып, мұқият біріктіріп отырып тігеміз. Tігіп алдық. Үш жағын айландырып тігеміз. Үш жағында қосып тігіп аламыз. Міне қосып тігіп алдық. Bir жақ шетін уже қосып, астына қосып тігіп алдық. Екінші жақ шетін уже астына қосып тіккелі жатырмын.
Уже не дайын. Тегіп біттім. Дайын уже. Қалай бопты көріп бағалай кетіңіздер. Бірінші рет қоржын тігуім. Фетр матасынан қоржын тіктім. Осылай тапсырыс қабылдап қоржындар, қыз жасауларын тігем. Қолдап комментарий жаза кетіңіздер. Тіркеліп қолдай отырыңыздар. Және қатар атсаңыздар болады.